Бір күні ертеректе ұшып жүрген көбелек қораның төбесіне келіп қонады. Жақтаудың қуысында жатқан Масаның көзі шалып қалыпты. Масаның бұған ызасы келеді. Сонан соң шыдай алмай, көбелектің қасына жетіп барады да сес көрсетеді. Сен бұл араға неге келдің? Бұл жер менің мекенім, деп әкіреңдейді. Бұған көбелек саспайды. Бұл қораның үсті ғой, қоға емес. Ақылдама, мойныңды үзіп аламын, дейді Маса ызаландап. Бұған көбелек сақылдай кеп күледі. Күшің жетсе, мен саған көресіңді көрсетемін, дейді Маса. Мына ұзын тұмсықты қалың теріңе сұғып жеріп, қаныңды сорып аламын. Оныңа сенбеймін, дейді көбелек әдейі қарсыласып. Сенбесең көзіңмен көр, дейді Маса одан сайын әкіреңдеп. Әне, көрсетші, қара да тұр, сыны айтады да, Маса ұшып барып байлаулы тұрған өгіздің құлағына қонады. Сонан соң тұмсығын сұға бастайды. Сол кезде өгіз артқы аяғымен құлағын қасиды. Маса теріге сұққан тұмсығын қайта шығарып үлгергенше тұяқ тиіп мыжаланып қалады. Әлін білмеген әлік деген осы екен ғой, деп күледі көбелек. Қораны бекерге қызғандың-ау, Маса достым. Ал Маса болса байқаусызда өліп қалыпты.